Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге екі ғана заттан жасалатын котлеттің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Картопты суға қайнатып, бірінші пюре жасап аламыз. Сосын күрішті пісіреміз. Піскен картопымыз бен күрішімізді екеуін араластырып, жақсылап езіп аламыз. Дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша лава жапырағын қоссаңыздар болады. Тұз қосасыздар, ол міндетті түрде. Тұз қоссаңыздар болады, и бұрыш қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Сосын міндетті түрде жұмыртқа қосасыздар. Сосын кішкене ғана ұн қосасыздар. Біздің қамырымыз осындай болып шығуы керек. Ал енді бұны қызып тұрған табаға пісіріп аламыз. Алдымен табаны қыздырып, май құясыздар. Сосын біртіндеп қасықпен салып отырып пісіріп аласыздар. Видеода көрсетілгендей қасықпен біртіндеп саласыздар. Жақсылап қызартып, екі жағын аунатып пісіресіздер. Ал міне достар, котлетіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.